Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ал біз 4-ші сабаққа келіп жеттік. Бұл сабақта біз жар және дос таңдау тақырыбын талқылайтын боламыз. Ендеше кеттік. Егерде сіз үйленуге ниет еткен болсаңыз, онда асықпаңыз. Бірінші, өзіңіздің ақылыңызды қозғаңыз. Неден бұрын? Жүректен бұрын. Және көзден бұрын миыңызды жұмыс етіңіз. Миыңызды. Мына өзіңіздің ішіңізде болып жатқан сезімнен бұрын өлшейтін, бәрін түсініп тұрған ақылыңызбен жұмыс жасаңыз. Яғни, әуелі ақылыңызбен жақсылап ойланып алыңыз. Бұл шешім дұрыс па, жоқ әлде бұрыс па? Қаншама жастар бар, қыздың сұлулығына бола сол қызға үйленуге асығады да, бірақ артынша сол таңдауына өкініп, өзінің өмірінде небір жағдайлар, уайымдар пайда болады. Сол себепті де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ең бірінші орынға нені қойды? Дінді қойды. Діннің тәлімінен алыс болған қыз бала, ол ертең шайтанның азғыруына оп-оңай түсе салады. Білесіздер ме ең жаманы қашан? Егерде қыз діннен алыс болса, және онымен қоса әдемі болса, ол одан да жаман нәрсе. Және тек қана әдемі емес, онымен қоса тағы не бар? Мал мүлкі, дүниесі бар қыз болып шықса. Яғни жігіттер олардың осы әдемілігімен сұлулығына ғана қызығып үйлене салуы мүмкін. Әйел кісіге 4 себепті үйленеді дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Неге қиылады? Ол бірінші себеп оның малы үшін, яғни ақшасы үшін. Екіншісі оның дәрежесі үшін. Тектілігі бар, басқасы бар, дәрежесі. Өзінің қауымның арасында сол жерде не болуы мүмкін? Ол сондай бір дәрежесі бар қыз балаларының бірі болуы мүмкін. Үшінші себеп әдемілігі үшін, сұлулығы, және төртіншісі діні үшін. Фазфар бизати дин тарабат едак дейді. Діндарын таңда дейді. Солың ішінен, барлығынан діндарын, яғни тақуасын таңда дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Әйтпесе құрдымға ұшырасын дейді. Тазауджил мар'ата затал хисалил хамида. Әйелге, яғни қыз балаға сондай мақтаулы болған сипаттары бар қызға үйлен. Және жаны жақсы болған, жаны жайсан дейміз ғой, сондай қызға үйлен дейді. Ол сенімен бірге, сенің өмірінде қадам-қадаммен не істеп отырады? Жүріп отырады сенімен бірге болады. Және ол сені әрқашан жақсылыққа шақырады, және сол жақсылыққа апаратын жолды көрсетіп отырады дейді. Яғни соған сізге көмектеседі, жақсылық жолына, сауапты істерге. Және сенімен бірге өмірдің қиыншылықтарына сабыр етеді дейді. Және ол әрқашан әртүрлі нәубетке тап болған кезде, қиыншылыққа, апатқа, сондай бір қайғыларға тап болған кезіңізде, ол сізбен бірге тұрады. Яғни сіздің жаныңызда болады әрқашан. Сізге қолдау көрсетіп тұрады. Егерде ол дейді, азанның даусын еститін болса, Аллаху акбар, Аллаху акбар, оны естісе, ол саған естиді, бірден намазға баруыңызды есіңізге салады. Сіз бағанағы жамағат намазының алғашқы тәкбірінен махрұм қалмауыңыз үшін. Аллаху акбар деп бастайды, алғашқы тәкбір деп осыны айтып жатыр. Осы алғашқы тәкбірден сіз қалып қоймауыңыз үшін жамағат намазында. Және сізге түнді бостан босқа жаңағындай ұйықтамай жатуды сізге насихат етеді. Не үшін? Сіз таң намазын қаза қылып алмауыңыз үшін. Дұрыс ана таңдай білуіміз керек. Пайғамбарымыз айтты делінеді: Иякум ва хадра ад-диман. Хадра ад-диман деген араб тілінде қоқысқа өсетін шөп. Былайша аударғанда қоқыстың гүлінен сақ болыңдар деді. Сонда ва ма хадра ад-диман я Расулаллах. Қоқыстың гүлі не я Расулаллах деп сахабалар сұрады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: Ал-мар'атул хасна фил манбатис су. Яғни жаман жерден шыққан сұлу әйел деді. Жаман жерден шыққан сұлу әйел деді.
ойлап қараңыз, әлгі сіз роза гүлін көресіз. Роза гүлі қандай әдемі, түрі тартымды, бірақ қоқыстан өсіп шыққан. Яғни ол қоқыстан нәр алған, оның бойында қоқыс тұрды. Сол үшін де ол бағанағы ұяда не көрсе ұшқанда соны ілет демекші. Ол жаман отбасында өскен болса, жаман тәрбие көрген болса, әлбетте соны ертең сіздің балаңызға береді. Салихалы әйел сізді құлшылықтарды атқаруға жәрдем береді. Сізге жақсы достармен дос болуға насихат етеді. Яғни насихат еткенде сізді соған қызықтырады. Құран оқуға, пайдалы кітаптарды оқуға, пайдалы нәрсемен айналысуға қызықтырады. Дәл солай сізбен бірге бір көлікте немесе үйде болғанда бір ғалымның сондай бір уағызын немесе бір сабағын тыңдауға өтініш қылатын болады. Сізден Құраннан қанша жаттадыңыз? Құранды жаттасақ екен, Құранды бірге жаттайық деген секілді осындай сөздерді сізді былайша айтқанда жақсылыққа әрқашан итермелеп тұрады. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деп айтты ол салихалы әйел жайында? Сол діндарын таңда деді. Соған бекем бол, діндар, тақуа әйелге. Әйтпесе құрдымға кетесің деді. Суфиян ибн Уяйна деген кісі айтады: "Ман талабал изза фил мар'a убтулия bizзул." Кімде-кім әйелді, бір қызға үйленген кезде оны ұлықтылығы үшін, сол әйел арқылы бір мақтану үшін, бір дәреже көтеріліп қалу үшін сондай бір мақсатта үйленетін болса, пәленшенің қызын алды деген сияқты сондай бір нәрсені да, онда ол немен сыналады дейді? Сондай дәрежесі түсумен, бишаралықпен ол адам не істейді? Сыналады дейді. Кімде-кім дүние үшін үйленетін болса дейді бір әйелге, онда ол кедейлікпен сыналады дейді. Ал кімде-кім діні үшін үйленетін болса, яғни тақуа болғандықтан оған үйленетін болса, Алла тағала оған ұлықтылықты да, мал дүниені де және дінді де қоса береді дейді. Сол кісі айтады: менен дейді адамдар сұрайды, діндар әйел деген кім, ол қандай болады салихалы әйел жайында? Сонда мен оған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мына бір сөзімен жауап беремін дейді. Ала ухбирукум би хайри ма якнизул мар. Мен сендерге кісі ең сондай хайырлы болған жинайтын қазынаның бірі жайлы хабар берейін бе дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: салихалы әйел дейді. Ол қандай? Егер де оған қараса күйеуі, ол оны қуантады. Егер ол күйеуі жоқ болса, ол оның арын сақтайды. Өзінің арын, оның да арын сақтайды. Ал егер де ол оған бір істі бұйыратын болса, ол міндетті түрде өзінің күйеуіне бағынады дейді. Міне осы салихалы әйел дегеніміз осындай болады. Нұр-Мубаракта бірінші курс оқыған кезімде бізде мінез құлық сабағында ұстазымыз осы жар таңдау мәселесін, Данияр деген ұстазымыз, сонда бір қызық нәрсе айтты. Түріне бола үйлену мәселесінде қыздың бір сұлулығына бола үйлену оның дұрыс емес екен. Ол бір статуя емес қой дейді, ол бір андай бір мүсін емес қой дейді, бүйтіп қоятын үйге дейді. Ол тұратын бүйтіп бір әдемі бір домбыра емес дейді, оны қалаған уақытында аласында шертіп аласың дейді, соны қайтып қоясың. Ол ондай бір құрал емес қой дейді. Қалаған уақытында алып қолданып, кейін қайттан қоя салатын деген секілді. Сосын оның қандай әдемі екеніне қарап отыратын. Жоқ, ол олай емес. Әйел ол сіздің жарыңыз, яғни сізбен бірге өмір сүретін адам, сізбен бірге қиыншылық көреді, сізбен бірге өмір сүреді. Былайша айтқанда сіздің серігіңіз, сіздің қабырғаңыз. Әйел сіздің қабырғаңыздан жаратылды, яғни адамның қабырғасынан жаратылды, еркектің. Сондықтан бұл кәдімгі өмір сүретін, бірге өмір сүретін адам. Оны тек қана сол әдемілігі үшін ғана алу, кейін үлкен бір өкінішке түсіп қалуыңыз әбден мүмкін. Сондықтан да әуелі жалпы, яғни соған ғана емес, дінін де міндетті түрде дініне мән беру керек. Яғни діні себепті, тақуалығы себепті, мінез құлығы себепті шешім қабылдау керек. Бұл әйелге, яғни бұл қызға мен үйленейін ба, жоқ па деген секілді. Бірақ осы түр мәселесіне келген кезде, яғни түріне қарау, қарамау деген секілді, имам Ахмадтан мынандай бір қызық сөз келеді. Сөз: ер жігіт дейді, қызды таңдайтын кезінде бірінші көрсін дейді. Бірінші түрін көрсін дейді. Егер де ол түрі ұнаса оған, онда ары қарай жаңағындай жалғастырсын дейді. Яғни дінін сұрастырсын, мінезі қандай барлығын білуге әрекет жасасын дейді. Сол кезде дейді, діні оның көңілінен шықпаса, яғни ол ойлағандай жаңа ол қыз діннен алыс болып шықса,
онда не істейді? Қоя салады дейді. Оған үйленбейді дейді. Ал егер ойдағыдай діні де, яғни өзі қандай сұлу болса, дәл солай діні де сондай болатын болса, онда үйленеді дейді. Сонда ол дейді, дінін есепке алған болып саналады дейді. Ал егер керісінше істесе дейді, керісінше, бірінші діні жайлы біліп, яғни тақуалығы, мінез құлқы жайлы біліп, оның машалла сондай жақсы қыз екенін естіп, біліп, сосын барып, түрін көріп, түріне бола одан бас тартса дейді, түріне бола. Түрі ұнамай қалды да, бірақ ол қыз не? Тақуа, сондай бағана біз айтқандай сипаттарға лайықты қыздардың бірі. Бірақ оның көңілінен түрі шығып тұрған жоқ. Сөйтіп ол алдыда түріне кейін барып бірақ қарады, жаңағыны білгеннен кейін. Онда дейді, ол оның дінін менсінбеген болып қалады дейді. Дінін. Түсіндіңіз ғой, өйткені асылы діні үшін үйлену керек еді. Ал бұл жерде ол үйленбей тұр оған. Өйткені оған оның түрі ұнамай тұр. Дініне не істемеді? Разы болмады. Дінін менсінбеді деген сөз. Сондықтан әлбетте қыз баланың әрі сіз үшін сұлу болса, әрі діндар болса, сондай мінез құлқы жақсы болса, нұр үстіне нұр болатыны түсінікті нәрсе. Енді алдыңғы тақырыбымызда айтқан махаббат. Махаббат болу міндет пе? Үйленерден алдын махаббат болу міндет пе? Бұл бір махаббат деп те негізі айтылмайды. Шынайы махаббат ол некеден кейін болады. Бұл бір, не дейміз, ер адамның сол қыз балаға бейімі дейміз ба, сондай бір сезім болуы мүмкін. Жалпы, махаббат деп те атасаңыз да болады бұл нәрсені. Мысалға, бір ер адамның бір қызға назары түсуі. Бірақ ислам нені харам етеді дедік біз? Ол қызға бірнеше рет қарау, ол қызға неше түрлі сообщениялар жазу, ол қызбен арнайы сөйлесіп жүру, осындай нәрселерді харам етеді. Егер сіз оған шынайы ғашық болып тұрсаңыз, онда әкесіне барып, оның қыздың қолын сұраңыз. Немесе жалпы бір жолдарын тауып, шариғат бойынша сол қызбен кездесіңіз. Хитба жасаңыз, шариғат жолмен жасаңыз да барлығын. Шынайы махаббатыңыз бар болса. Ал бірақ бағанағындай харам нәрселерге жол бермеңіз. Неғұрлым сіздердің некеге дейінгі ара қатынасыңыз хараммен болса, некеден кейін ол махаббаттың тез суып кетуінің себептерінің бірі болады. Бір ғалымнан сұраған екен, мен дейді, қазір осы үйленгеннен кейін бұрынғыдай сезім жоқ дейді, қыз әйеліме. Бұрынғыдай сезім жоқ дейді. Некеге дейінгідей сезім жоқ дейді. Сонда ол сұрайды, некеге дейін сендер араласып сондай нәрсе болған беді? Біз солай жүретін едік дейді. Міне, сендер харамды жақсы көріп қалдыңдар дейді. Харам нәрсені, харам істі. Сондықтан сендердің, яғни сенің жүрегің сол харамды қалап тұр дейді. Сондықтан сен не істеп жүрсің дейді? Өзге қыздарға назар салып, өзгелермен араласып, сол нәрсеге ұмтылып тұрсың дейді. Шайтан сол бір харамға деген махаббатты салып қойды. Ал егер де әуелден-ақ неке осындай халал жолмен тұрғызылатын болса, неғұрлым аз харам істер болатын болса, онда ол некеде берекелі болады және махаббат та ұзағынан сақталады. Жар таңдайтын кезде ең әуелі Алла тағаламен ақылдасыңыз. Яғни ақылдасыңыз дегенім Алладан хайырлысын сұраңыз. Истихара намазын оқыңыз. Истихара деген хайырлысын сұрау деген мағына. Истихара деген. Сонда намаз оқисыз 2 ракат. Сөйтіп Алладан хайырлысын сұрайсыз. Және көбісі истихараның мақсаты, жаңағыдай мақсаты дегенде міндетті түрде бір белгі болу керек басқа деп ойлайды. Бірақ негізі белгі болу, жаңағыдай бір міндетті түрде бір түс көру ол нәрсе шарт емес. Жалпы осы истихара намазынан кейін сіз мысалға бел будыңыз үйленуге, әрекет қылдыңыз, кездестіңіз, басқа болды, бірақ бәрібір болмай қалды. Бәрібір де үйлене алмай қалдыңыз ол қызға. Ол қыз өзі немесе қаламай қалды. Әртеу бір себептердің бірінен сіз үйленбедіңіз. Демек, осы сіз үшін хайырлы болды деген сөз. Ал егер сіз сол истихара намаздан кейін жаңағыдай кездесу барлығы болғаннан кейін үйленіп кетсеңіз, неке қиып, онда демек сізге осы нәрсе, яғни осы үйлену хайырлы болды деген сөз. Өйткені сіз алдын не істегенсіз, Алладан хайырлысын сұрағансыз. Ал енді тойға келіп жеттік. Той мәселесінде өте ысырапқа жол береміз. Қазіргі таңда әсіресе. Қазір біз айтады ғой, үйлену оңай, үй болу қиын дейді. Қазір керісінше болып кеткен, үйлену қиын, үй болу оңай болып кеткен ба жоқ.
білмедім. Әлбетте үй болу оңай емес, бірақ қазір екеуі де қиын болып кеткен. Үйлену үшін міндетті түрде той жасау керек. Жаңағындай ол тойға кем дегенде 3 миллион жұмсайды, 3 миллион, 4 миллион жұмсайды, кейбіреулер одан да көп жұмсайды. Кредит алады сол тойға бола. Ол кредитті сосын өмір бақи төлейді мысалға да. Ол не қажеті бар бұл нәрсенің? Оның бәрі ысырап болады. Иә, дұрыс, тойлама демейміз. Тойлау керек, жария ету керек некені жария етіп, шама келгенше жасаңыз тойды. Бірақ шамаңыздан тыс нәрсені жасаудың қажеті жоқ. Өзіңіздің өміріңізді қиындатып, сіз үйленейін деп жатсыз ғой, сол басқа қонақтарға сіздің жаңағы үйлену қуанышыңыз ол жай ғана бір келіп тамақ ішіп кету болды. Өзімен бір 10 мың теңгесін алып келеді, сол 10 мың теңгеге бір кафеге тамақ ішкендей болып келеді. Ол келеді де 10 мың теңге сыйлығын береді, бітті. Кейбіреу 5 мың да беруі мүмкін мысалға да. Сонымен келді, берді, тамағын ішті, кетті, бітті. Ал ол қонақтардан түскен ақша, яғни сыйлық, тойдың ақшасында ақтамай жатады кейде. Сондықтан жалпы бұл өте қиын. Ол тойдан ақтайды дегеннің күннің өзінде адамдардың көбісінде сол кәдімгі 3 миллион, 4 миллион ақша болмай тұрады. Сөйтіп олар соған бола, сол тойға бола кредит алады. Алла тағаланың жақсы көрмейтін өсім деген харам істі жасайды. Сол тойға бола. Сондықтан ол нәрсенің жасауының қажет жоқ, егер сіздің шамаңыз келмей тұрса. Ал шамаңыз келсе, сол шамаңыздың көлемінде ғана жасаңыз. Одан асырып қажет жоқ, қарызға батып, басқа оның бір мән мағынасы жоқ деп есептеймін. Жалпы және исламда білесіздер, исраф жаңағындай ысырапқа жол жоқ, ысырапқа жол жоқ. Осы нәрсені де ескеріңіз және ата-анаңызбен сол нәрсені түсіндіруге де тырысыңыз, иншалла. Сосын тағы бір ескеретін жайт, некені бет ашар дейді, немесе ұзату дейді, соған дейін қиып алуларыңыз керек. Әлбетте бұл қиған күннің өзінде кімнің рұқсатымен? Қыздың ата-анасының рұқсатымен болу керек. Өздеріңіз жасырын қиып алып емес, кәдімгі рұқсатпенен әкесінің немесе ағасының, ата-анасының разылығымен некені қиып алғандарыңыз дұрыс болады, түсіндіріп. Өйткені сіз ұзату тойға, мысалы, ұзату негізі ұзату, бірінші болады, мысалы, немесе беташар дейді. Ұзатуда алып кеттіңіз, ұзатуда тойда бірге тұрасыздар, бірге оның қасында тұрасыз деген секілді. Сіз оны үйіңізге алып кетесіз, ол сіздің үйіңізде жүреді, әрдайым сіздің қасыңызда болады. Сондықтан әрдайым қасыңызда жүретін қыз бала сізге халал болу керек, харам емес. Дұрыс па? Сіздің некеңіз қиылмады ма, әлі ол сізге харам, сіз оған әрдайым қарай бере алмайсыз, еркін мәміле жасауыңызға рұқсат жоқ шариғат бойынша, некеңіз қиылмайынша. Сондықтан некені қиып алуларыңыз керек. Жүрек қыз балалар ескеру керек болған нәрсе, егер әкелері бар болатын болса, сондай ағалары бар болатын болса, солардың қатысуымен неке қиылған өте жақсы болады. Яғни әкенің өзі міне қызымды саған бердім деп айтады да, неке қию барысында. Сонда жігіт айтады, яғни сіз айтасыз, қызыңызды қабыл еттім дейсіз. Осылай міне куәгерлердің көзінше неке қиылады. Осылай жасалған неке абзал болады, егер де әкесі болса, ағасы болса деген секілді. Бірақ бұлай жалпыда рұқсатымен ақ жаңа куәгерлерменен қиса болады, олай болмайды емес, жалпы болады. Бастысы жаңағы ата-анасының рұқсатымен болса дұрыс болады қыз баланы. Және білесіздер, жасырын некеден тағы да сақтаймын сіздерді. Яғни сақтаймын дегенде қалай? Ескертемін, ол нәрсе дұрыс емес. Ондай нәрсеге барушы болмаңыздар. Мүлдем ешқашан. Мейлі сіз бағанағындай жоқ, мен бұл неке қисамда да мен бұл қызбен ажырамаймын, мен оны бәрібір де тастамаймын, бәрібір мен оған кейін жағдайым болғанда үйленемін деген 100% сеніміңіз бар болса да ондай нәрсені жасаушы болмаңыз. Жоқ, талай адамдар осы жасырын неке себепті қыздар өздерінің абыройларын, абырой дегенде енді бостан босқа өзі жалғыз қалып қалды. Несіз? Күйеусіз. Күйеу ақыры бағана жасырын неке қиған жігіт қызын тастап кетіп жатады, немесе араларында бірдеме болып қалады да екеуі ажырасып кетеді, жасайтынын жасап алды деген нәрсе ғой. Сондықтан жасырын некеден сақ болыңыздар, ол дұрыс емес. Ал біздің келесі тақырыбымыз дос таңдау мәселесі. Фаттиш анис садиқил мухлисил вафи. Сондай шынайы, ықыласты, аманатқа берік болатын, уәдеге берік болатын, сондай бір досты ізде дейді. Уа иннадар. Олар өте аз болса да дейді. Яғни шынайы дос. Ондай аз болса да, бірақ сондай досты
іздеңіз дейді өзіңізге. Қандай дос іздеңіз? Сізбен Алла үшін мәміле жасайды. Яғни сіздің бір дүниеңіз үшін емес, сіздің бір басқа да бір пайда көру үшін емес, сізбен шынайы Алла үшін дос болады, Алла тағала үшін. Сіздің жақсылықты жасайтыныңызды көргендіктен, сіздің бағана күнәлардан алыс болғаныңызды көргендіктен, сіздің сондай бір Алла тағала жақсы көретін сипаттар үшін сізбен дос болатын, және Алла тағала жек көретін сипаттар сізде жоқ болғандықтан, сол себепті сізбен дос болатын, сол үшін Алла үшін сізбен дос болатын досты іздеңіз. Сіздің досыңыз айтқан сөзін амалымен де сондай дәлелдейтін бауырлардың бірі болсын. Яғни оның сізге айтқан уәделері басқа көп, әңгімесі көп, бірақ іске келген кезде ондай болмайтын болса, ол шынайы дос емес. Дос деген айтады, сол айтқан нәрсесін ол орындайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде былай деп айтады: «Ар-раджулу аля дини халили». Ер кісі өзінің бауырының, яғни қасында жүрген серігінің, досының дінінде болады дейді. Сол секілді болады деген сөз. «Фалянзур ахадукум ман юхалил». Сондықтан сендердің әрқайсыларың не нәрсеге қарасын? Кіммен дос болып жатқанына, кіммен әрдайым араласып жүргеніне мән берсін дейді. Және де мынандай сөз бар: «Анил мар'i ла тасал». Кісі жайлы сұрама дейді. «Васал ан қаринихи». Оның қасындағы серігін сұра дейді. Қасында кіммен араласады, сол адамдар жайлы біл дейді. Расында факуллу қаринин бил муқарани яқтади. Әрқашан кіммен араласады, сол соған еріп жүреді дейді. Сол қандай болса, ол да сол секілді адам болады. Сіз кіммен аралассаңыз, сіздің ортаңыз қандай болса, сіз де сондайсыз деген сөз. Фаттиш ан садиқин ин анта баудта ан тариқил хақ ваджахака иля тариқил мустақим. Сондай дос іздеңіз, егер де сіз хақ жолдан тайып кетсеңіз, дұрыс емес бұрыс жолға тайып кетсеңіз, не істейді ол бауырыңыз? Сізді тура жолға қарай бағыттайды, сізді сол насихат қылады. Бауырым, не істеп кеттің сен? Мешітте неге көрінбейсің, неге келмейсің? Басқа да басқа, былайша айтқанда сізді тура жолға қарай бағыттай бастайды. «Ва ин анта та'арратта иля мушкилатин жаласа ма'ака». Егер сен бір қиыншылыққа тап болсаң, онда ол сенімен бірге отырады да, сол қиыншылықты қалай шешу керек екенін сізбен талқылайды, сізге көмектесуге әрекет қылады. «Ва ин анта усибта бил ихбат шаджа'ака ва наффаса анка ва ин анта сахатта ва шакаута заккарака би ни'амиллахи алейк». Түсіп кетсеңіз, жалпы бір қиыншылыққа, онда сізге не береді? Бағана сізге демеу береді, сізді қолдайды, сізді былайша айтқанда барынша сізге көмектесуге тырысады. Ал егер де сіз сол тағдырыңызға, өміріңіздегі болып жатқан қиыншылыққа бола шағымданып, сондай Аллаға ұнамсыз сөздер айта бастасаңыз, онда ол дереу сол сәтте сізге Алла тағаланың сізге берген нығметтерін еске салып, сізге шүкір етуді не істейді? Насихат етеді. Осындай бауырды іздеңіз. Және қазақта айтады ғой, дос жылатып айтады, дұшпан күлдіртіп айтады. Сіз бір қателік жасасаңыз, досыңыз сізді міндетті түрде ешкімнің көзінше масқараламай, сізді жеке алып шығып, өзіңізге жеке ғана насихатын айтады. Бауырлық насихатын айтады. Мына жағын дұрыс болмады, қалай ойлайсың, басқа деген секілді. Ал сізге ол дұшпан болса, керісінше сіздің қателесіп жатқаныңыздан, дұрыс емес іс істеп жатқаныңыздан рахаттанады. Сізді көре алмағандықтан болуы мүмкін ол, немесе тағы да басқа бір себептен болуы мүмкін. Және Алла тағаланың мына бір сөзін еске алыңыз. Сол күні, яғни ақырет күні, залым адам айтады: «Әттеген-ай, мен сол пайғамбардың жолын ұстанғанымда ғой. Әттеген-ай, пәленшені өзіме дос тұтпағанымда ғой». Ол мені осы хақ жолдан, Алла тағаланың хақ жолынан түскен уақидан мені не істеді? Адастырды мені адастырып жіберді. Маған ол келгеннен кейін. Ол шайтан болса, ол не істейді? Адам баласын бірден тастап кетуші. Яғни оны азғырады да, түбіне дейін жеткізеді де, оны не істейді? Шайтан тастап кетеді. Басқа аятта не деп айтылады? Ақырет күнде ол шайтанға келіп айтады ғой, сен мені адастырдың басқа деген. Жоқ, мен әлемдерді Раббысынан қорқамын деп айтады шайтан. Мен жай саған ғана айттым дейді, болды, сен өзің ары қарай бәрін істедің дейді. Мен емес дейді. Көрдіңіздер ма? Мына жерде дос жайлы айтып жатыр.
қасында халил дейді, дос. Сол пәленшені дос тұтпағанымда ғой. Қоршаған орта достар өте қатты әсер етеді. Мен сіздерге былай айтайын, егер сіздің араласып жүрген достарыңыз сізге иман жолында көмектеспесе, керісінше сіз соларға еріп кететін болсаңыз, солардың жасап жүрген жаманшылықтарын жасап кететін болсаңыз, онда ондай достардан алысырақ жүруге тырысыңыз. Олармен көп араласпаңыз. Иә, оларды толықтай тастап қоймаңыз, насихатыңызды шама келгенше айтып жеткізіп тұруға тырысыңыз. Ал бірақ егер сіз керісінше соларға сіздің әсеріңіз жақсырақ көбірек болса, онда оларды тастамаңыз. Өйткені олар кейін сізге ереді, иншалла. Алла Тағала Құранда тағы бір аятта айтады: «Әл-әхилау яума изин баъдухум ли баъдин адуввун иллал муттақин». Сол күні, ақырет күні достар бір-біріне жау болады дейді, тақуалардан басқа дейді. Жаулар, яғни осы өмірде күнәда серік болғандар, сен істеткіздің, сен мен осыны істеткіздің деп бір-бірлеріне лағнет айтып, бір-бірлерін жамандайды. Иллал муттақин, тақуалардан басқа. Тақуалардың жағдайы басқаша. Мынау хадисте келгендей, бірде бір бауыр, яғни бауыр дегенде бір кісіні жәннатқа кіргізіп жатады. Сонда ол жәннатқа кіріп жатқан кезінде артына бұрыла беріп қарай береді, артына бұрылып қарай береді. Сонда Алла Тағала одан сұрайды: неге сен артына бұрыла бересің? Не себепті бұрылып жатсың дейді. Сонда ол айтады: менімен бірге ана дүниеде пәленше адам осылай мен секілді менің қасымда жүрген еді, намаз оқыған еді деген секілді, осылай жақсы амалдарда менімен серіктес болған еді. Мен сол бауырымды іздеп жатырмын, ол қайда екен, ол жәннатқа кірмейді ме екен деген секілді сұрайды. Сонда арасында ол адам тозақта болып шығады да, сөйтіп Алла Тағала сол досы себепті, досы оған шапағат етіп, осылай іздегені үшін Алла Тағала не істейді екен, жаңағы досын онымен қоса жәннатқа кіргізіп жібереді екен. Алла Тағаланың рахымы міне. Досыңыз жақсы адамдардан болса, Алла разы болатын адамдардан болса, ақырет күні ондай достар, ондай адамдар шапағат етеді екен біздерге. Иншалла сондай бір достарымыз көп болсын, ақырет күні бізге шапағат ететін, иншалла. Сахабалардың кезінде мынандай бір оқиға болады. Ярмук деген соғысқа, жорыққа аттанып бара жатқан кезде үш дос, оның ішінде біреуі Икрима радиаллаху анху, бір-бірлеріне айтады: осы жорықта артымызды бермейік дейді. Яғни артқа мүлдем қайтпайық. Демнің соңына дейін осы жорықта Алла жолында жанымызды пида етейік. Міндетті түрде алға қарай ғана ұмтылайық. Артқа қашу деген болмасын деген секілді бір-бірлеріне сондай уәде береді. Сонда ол соғыс аяқталған кезде Икриманың, жаңа үш достың ішіндегі Икрима радиаллаху анхудың інісі су тасып жүреді, су беріп. Сонда бағанағы өзінің ағасының қайтып келмегенін, соғыстан қайтып келмегенін көреді де сол соғыс алаңына барады. Соғыс аяқталып қойған. Сол жерге барады да жаңағы ағасын көріп қалады. Өлім аузында жатыр. Ол кісі ағасын алады да құшағына алып: ағатайым, міне су ішіңіз деп суды беріп жатқан кезде ар жақтан дауыс шығады. Су деген дауыс шығады. Сонда Икрима бірден су ішуін тоқтатады да: анаған бер деп айтады. Ол барады да жаңағы су деп сұраған кісіге жөнеліп келіп, соған су берейін десе, үшінші адамның дауысы шығады: су, ол анаған бер дейді. Содан оған келем дегенше жаңағы үшінші адам қайтыс болып кетеді. Содан бірден ағасына оралса, ағасы да қайтыс болып кеткен, екіншісі досы да, яғни жаңағы үш дос та қайтыс болып кеткен. Үшеуі де бір-бірлері үшін жаны ашып, оларды өзінен жоғары қойған. Суды соларға беруді, бірінші сол ішсін, бауырым ішсін деген ниетте өткен. Міне достық деген осындай болады. Және бауырлардың арасында негізінде қысылу, яғни қысылу дегенде қалай? Сыйластық болу керек міндетті түрде. Сыйластық, бауырыңыздың арына тиісуге, оны мазақ етуге ол дұрыс емес. Ал мысалға мынандай оқиғаға келеді, айтады ғалымдарымыз, мысалға бір бауырдың үйіне келген кезде олар өз бетінше сол бауырларының үйіндегі барып тамағын алып өз бетінше жей алмайтын болса, онда олар бауырлар емес дейді. Яғни бауыр деген, сіз бауырыңыздың үйіңізге келдіңіз ба, сіз міндетті түрде не істей аласыз, өзіңіз қалаған нәрсені алып жей аласыз дейді. Сондай бір бауыр болған екен, өзі ұйықтап жатқан кезде, бауырлары үйіне келген кезде өзі ұйықтап жатқан екен. Сол сәтте олар өздері кәдімгі тамақтарын бәрін ішіп алған екен, сол бауырының тамақтарын жеп. Міне бауырлардың қарым-қатынасы осындай болады, шынайы болады. Бастысы сол Алла үшін болу.
Міне көрдіңіздер ғой, жаңа сахабалардың бауырмашылдығы қандай болған? Алла үшін болған. Бір-бірлерін Алла үшін жақсы көргендер. Алла үшін жақсы көру міне осы бауырлардың арасында болады. Бұл мәртебе ертең аршын, білесіздер, иә? Аршының көлеңкесінде ақырет күнінде 7 түрлі адам болады. Соның біреуі Алла үшін бір-бірін жақсы көргендер. Сондай ақырет күнінде, яғни ыстық, өте бір қиын жағдай болған кезде, адамдардың терілері бастарынан асып жатқан кезде, кейбіреулер әртүрлі дәрежеде батып жатады, сондай бір қиыншылық болып жатқан кезде, міне сол 7 түрлі сипаттағы адам, соның бірі кім? Бағанағы бір-бірлерін Алла үшін жақсы көргендер. Осылай Алла үшін дос болғандар, олар сол аршының көлеңкесінде болады екен. Сондықтан, құрметті бауырлар, дос таңдаған кезде міндетті түрде сізге Алланы еске салатын бауырмен дос болуға тырысыңыз. Әрқашан сіздің дұрыс емес жолға кетіп бара жатсаңыз, сізге дұрыс жағын көрсетіп жіберетін, қиыншылықта табылатын сондай бауырмен дос болуға, бауыр болуға әрекет қылыңыз. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил аламин.